Қайырлы күн баршаңызға. Осы кредиттің айналасында көптеген сұрақтар келіп жатыр екен, соларға жауап беріп кетейін. Соңғы кезде көп аталып жүрген, егер жолдасы, күйеуі, яғни әйелі ортақ некеде несие ала тұра, бір тарап екінші согласие супруга, яғни жолдасынан келісім алмайтын болса, ондай кредиттерді списание, кешіруге беруге болады деген көптеген әңгімелер тарап жатыр. Оның барлығы бұл жерде біз заңгер ретінде заңға сүйенетін болсақ, заң өзгерістері, банктік заңға байланысты өзгерістер енгізілгені рас, яғни кез келген 3 миллион 700-ден жоғары суммалардың барлығына келісім алу керек. Ол банктік кредиттер болсын, займдар болсын, немесе кәсіпкерлерге арналған микрокредитный организациялар болсын, келісім міндетті түрде алу керек. Бірақ бұл жерде айта кетейін, енді қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, егер де максималды түрде сіз соттасып, осы банктің шартты заңсыз жасалған дәлелдеген жағдайдың өзінде тек қана сол договорды недействительно деп жасауға болады. Яғни жарамсыз деп тануға болады ол шартты. Бұл ең максимум. Ал кез келген шартты жарамсыз деп таныған кезде біз не істейміз? Барлық осыған дейінгі жасалған әрекеттер өз орнына қайтып келеді. Яғни первоначальное положение. Кредит алған кезде сіз мысалы 4 миллион алсаңыз, сол 4 миллиондың үстіндегі қойылған пайыздар заңсыз болады да, ал 4 миллионды сіз қайтару керек боласыз. Сонда бұл списание немесе кешірілу, жою деген мүлдем бұған қатысы жоқ. Егер клиент өзінің жолдасының бар екенін дәлелдей тұра, бірақ банктың тарапынан ешқандай шартқа согласие супруга тіркелмеген болса, сондай жағдайда сіз банкты сотқа беріп, сол сделканы шартты недействительный деп первоначальный положениесіне келтіріп, алған суммаңызды ғана қайтаруға болады. Бұл максимальный жасауға болатын. Кешірілу, жою деген ол мүлдем мүмкін емес нәрсе. Ол ешқандай заңға сәйкес емес. Яғни банк тарапынан закон о банковской деятельности және оған енгізілетін өзгерістер одан кейін тұрады. Закон о банковской деятельностьтен жоғары кодекс тұрады. Азаматтық кодекс бойынша кез келген шартты заң бұзушылықтармен жарамсыз деп тануға болады, және ол жарамсыз болып танылған кезде сіз ақшаны қайтаруыңыз керек. Сонда кредит алған адам бірден сол сот барысында ақшаны қайтару керек. Сонда кредит алған адам ол ақшаны әрине жұмсап қойды, ол толық 4 миллионды қайдан табады? Сонда бұл ешқандай пайдалы әрекет емес. Өздеріңізді де өзгелерді де алдануды тоқтатыңыздар. Бұл мүмкін емес нәрсе.